Ассалаумағалейкум ағайын, халқым. Көбіңіз алаңдап, қалың сұрап атқан Русланның жағдайы өте жақсы деуге болады. Саулық келіп жатыр, есін жинады, ота сәтті аяқталды. Бірінші аққалатты абзал жандар дәрігерлерге алғысымыз шексіз деп айтамын. Қазақстандағы білікті дәрігерлердің арқасында ота сәтті аяқталды. Ар қарай болса да дәрігерлердің қарауында болады. Енді айта кететініміз, жалған ақпараттар, қауесеттер өте көп. Бұл қауесеттерге, жалған ақпараттарға сенбеулеріңізді сұраймын. Және де аға әпкелерімізге оны таратып атқан. Ағайын, бір қазақпыз ғой, жалған ақпаратты таратпайық. Ол әркімнің басында болатын дүние, сондықтан әркім өзінің жалған ақпарат таратпай, құзырлы органдардың берген ақпаратын таратса деймін. Досы ретінде, жан жақтағы ағайындар ретінде бәріміз жиналып, осы аурухананың алдындамыз. Бәрімізде бір тілеуіміз сол, сіздер де қалың сұрап, мазасыздан күтіп отырсыздар. Барлықтарыңызға айтарымыз, барлығы сәтті, ота сәтті аяқталды. Ең бастысы жалған ақпаратқа сенбей, қалай болғаны барлық жерде таратып жатқан шын ақпараттар да бар. Жалған ақпараттар басып кетіп жатқан шығар. Сондықтан ағайын, береке, бірлікте болайық, жалған ақпарат таратпай, шын ақпаратқа сенейік. Күдікті ұсталды, күдікті тергелуде, оның жалған ақпараттар тарап жатқаны, ол кісінің әйелі де өзі айтып жатыр, мен көрген емеспін, танымаймын, білген емеспін деп. Сондықтан жұмыстан шығарғанына сәйкес өзінің ішінде ренжісі болған, өзінің өкпесі болған. Ондайға күдікті қалай барған, барлық құзырлы органдар анықтап сіздерге нақты ақпаратты береді. Рахмет сіздерге.